Сәлем баршаңызға. Бүгін үйде қар деген торт жасаймыз. Құрамы экранда көрсетілген 8 жұмыртқа. Барлығын жақсылап араластырамыз және бір үлкен ыдысқа құйып қант саламыз. Қантымыз 240 грамм немесе 1 кружка қант десек те болады. Миксердің көмегімен осылайша барынша көтереміз. Одан кейін бір кішкене қасық тұз саламыз және қопсытқыштан бір ас қасық саламыз, яғни разрыхитель. Одан кейін 240 грамм ұн саламыз, немесе бір кружка ұн десек те болады. Осылайша азыздан салып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Себебі біздің қантымыз бен жұмыртқадан массамыз қатты көтерілген, қатты көбіктенген, сондықтан басылып қалмас үшін осылай венчиктің көмегімен аздап ұнды себеле отырып, араластырып, біркелкі етіп шығарамыз. Достар, әдеттегідей подписаться кнопкасын басуды қолдауларыңызды сұраймын. Дайын болған қамырымызды мультиварканың ішіндегі кастрюльға құямыз. Алдын ала осылай сары майды жағып шығамыз. Бұл жерде 50 грамм сары май жеткілікті болды. Содан кейін осылай қамырымды құйдым. Мультиваркада менде гречка деген точкада 30 минутқа қосылды. Мен стартты бастым. 30 минуттан кейін мен қайтадан қостым. Солайша менде пісу бар уақыты 1 сағат уақытты алды. Жақсылап көтерілді. Сіздер 50 минутқа қойсаңыздар болады, себебі менде түбі кішкене қызарыңқырап шықты. Енді кремімізді жасап жіберейік. Жарты кружка сливка және қанттан 100 грамм және миксердің көмегімен араластырып шығамыз. Бұл видеода кішкене көбірек болған, сүтмен кейін жартысын алып тастадым. Сондықтан сіздерге айтарым, жарты стакан сливки жеткілікті. Одан кейін творожный масса қосамыз. Менде 700 грамм болды, яғни ірімшік. Осылайша жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Сонда қой малжын болу керек. Қой малжын крем тәріздес масса дайын болады. Бұл жерде құрамында сливки бар, қант бар кішкене, 100 грамм және тәтті творожный масса. Осылайша менде мультиварканың тостағанында қамырым пісіп шықты. Барынша көтерілді, өте жұмсақ болды және әрі тәтті болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене түбі қызарған, сондықтан 50 минутқа қойсаңыздар жеткілікті. Және пышақтың көмегімен 3 бөлікке жіңішке етіп бөліп шығамыз. Және біздің дайын болған пирогымызды суығанын күтуіміз керек, себебі өте ыстық. Көріп отырғандарыңыздай осылай 3 бөлікке бөліп шықтым, яғни 3 коржик менде дайын болды. Сливкейді кішкене осылай жағып шығамыз. Өзіне сіңіру керек. Біздің жаңағы пирогымыз одан кейін қана жаңағы кремімізді жағып шығамыз, яғни тортты жинаймыз. Бұл қарапайым үйде шайға жасалған қарапайым қар деп аталатын торт. Сондықтан мен бұл жерде қатты әрлеп сәндеген жоқпын. Сондықтан өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Қар тәріздес болу үшін кокосовый гранулированный жаңғағының ұнтағын пайдаландым. Менде осылай қарапайым үйдегі торт болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.